Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге ағылшын тілін өз бетімен үйренушілерге немесе ағылшын тілі пәнінің мұғалімдеріне өте қызықты қосымшалардың бірі lifeworksheets.com мен жұмыс жасауды көрсеткім келіп отыр. Ол үшін біз Google-ге приложениенің қосымшаның атын жазамыз. Және өзімізге қажетті грамматикалық немесе лексикалық категорияны бірден жазып жібереміз. Мысалы, кеше 3-ші класстар бөлмелерді өтті, 2-ші класстар rooms of the house жазайық. Бізге бірден LifeWorksheets сайтындағы бірнеше категориялар көрсетіліп тұр. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тіпті сансыз көп категориялар шығып тұр. Енді біреуін ғана ала қояйық. Мынаны таңдап көрейік. Мына жерде деңгейі көрініп тұрады. Көрсеңіздер, мына жерде 6-8 жастарға арналған, 2 сыныпқа арналған тапсырма. Так, my house. Не істеуіміз керек? Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Dining room. Dining room. Bedroom. Bedroom. Garden. Kitchen. Bathroom. Living room. Енді мына жерде не істейміз? Listen and write the numbers. Тыңда да сандарды жаз дейді. This is the living room. This is the living room дейді. Бірінші сурет. Біз living room'ге 1 деген белгіні қояды екенбіз. Бір. Келесі, екіншін тыңдап қарайық. This is the bathroom. Так, bathroom тауып аламыз. Оған 2 деген белгіні апарып қоямыз. Келесі. This is the dining room. Dining room тамақ ішетін бөлмемізге 3 деген белгіні қояды екенбіз. This is the kitchen. Kitchen, кухня 4 деген белгіні қойдық. This is my bedroom. Так, my bedroom. Бұл 5 болады. Және соңғы 6. This is the garden. Garden, бақшаға 6 деген белгіні қойдық. Енді бала оны болғаннан кейін finish батырмасын басады. Сол кезде мынандай 2 белгі шықты. Яғни, бала бұл жерде check my answers дегенді батырмасын баса, жүйе өзі тексеріп береді. Яғни, оны дұрыс деп балаға 10 балдық жүйемен кез келген неше жаттығу болса да, 3 жаттығу болсын, 4 жаттығу болсын, 10 балдық жүйемен баға қойып береді. Бұл қалыптастырушы бағалау ретінде күнделікті пайдалануға өте ыңғайлы. Тыңдағандарыңызға рахмет.